Яғни біз бүгін адреналин рецепторларға әсер етуші препараттарды түсіндіру үшін сіздерге синапс салу міндетті болып тұр. Мынау бізде синапс болды, мынау яғни мембрана қан тамырдың бұлшықеттері болуы мүмкін, ішкі секреция бездері болуы мүмкін, ішкі органдар болуы мүмкін. Яғни синапс, саңылау, мембрана. Адреналиндік жүйе бізде медиаторы норадреналин болып табылады. Яғни норадреналин бізде медиатор, әсер етуші импульстарды өткізуге ынталандырушы әсер береді. Яғни ол қайдан пайда болды, соған тоқталып кетейік. Бастау алады, ол бізде L-тирозиннен басталады. L-тирозин бізде ары қарай L-дофа, яғни дофамин. Ары қарай бізде уже норадреналин түседі. Норадреналин синапстың ішінде бір визикуланың ішінде, немесе цитозольдің ішінде орналасады. Тағы да физиология пәнінен еске түсіретін болсақ, бізде деполяризация дегеніміз не? Яғни деполяризация қозу деген мағынаны білдіреді. Жүйке жүйесінде көбіне қозу бізде кальций каналының ашылып, кальций ионының синапстың ішіне енуінен басталады. Яғни көріп тұрғандарыңыздай синапста кальций 2 енді, сол себепті деполяризация жүрді. Яғни кальций бізде норадреналиннің синапстан шығаруы немесе релизіне әсер етеді. Яғни кальцийдің әсерінен бізде норадреналин саңылауға босап шықты. Яғни бұл кальций енді біз мембрананың беткі қабатында орналасқан рецепторлармен байланысады. Яғни бізде адреналиндік жүйке жүйесінде бізде рецепторлар адреналин рецепторы, яғни альфа және бета адреналин рецепторы болып табылады. Альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2. Яғни альфа мен бетаның өзіндік бір подтиптері бар. Ол әлі толықтай зерттелмегендіктен оны біз кейінге қалдыра тұрамыз. Норадреналин осы рецепторлармен барлығына әсер етеді. Тек қана бета-2-ге әсер етпейді. Тағы да бір айта кетерлік жай, бізде рецепторлар тек постсинапста емес, пресинапста да орналасуы мүмкін. Яғни ол бізде L2 және B2, бета-2. Яғни бұл жерде L2 мен V2-ның, бета-2-ның тікелей қызметі бұл бізде норадреналиннің күшін шығаруының релизін ынталандыру немесе тоқтату болып табылады, тежеу болып табылады. L1 бізде тежейді, бета-2 бізде күшін ынталандырады. Яғни бұл қысқаша түрде көрсетілген адреналиндік синапстың бір түрі схема түрінде. Енді біз тақырыпқа оралатын болсақ, яғни адреналин рецепторға әсер беретін адреналинетик немесе адреноблокатор препараттары қалай әсер ететінін талқылайық. Достар, бізде норадреналин, яғни өзі мембрананың бетінде орналасқан рецепторларға әсерін көрсетіп болғаннан кейін, ол организмге синапсқа қайта сіңірілу немесе жойылуы қажет. Соған тоқталып кетсек, яғни норадреналиннің өздеріңіз көріп тұрғандай синтезделуі ұзақ уақытты алады және ол АТФ энергияны жұмсалатын болғандықтан организм синапс оны қайттан өзіне сіңіріп алады. Яғни бұл қайталамалы сіңіріліп алу деп аталады. Яғни бұндай сіңірілу жолы норадреналин транспорт арқылы іске асады. Норадреналин транспорт деп қояйық. Осы транспорт арқылы ол норадреналин 80% қайтадан синапсқа енеді, қайтадан іске жарайды деген мағынаны білдіреді. Норадреналин синапсқа енгеннен кейін ол екі жағдайға түсуі мүмкін. Бірінші жағдай ол қайтадан норадреналин ретінде визикулаға қапталу,
келесі бір импульсті өткізу мақсатында, әсер ету мақсатында визикулаға қапталу. Екінші бір түрі ол норадреналин синапсқа енгеннен кейін моноамин оксидаза әсерінен жойылып кету болып табылады, яғни майда амин қышқылдарына дейін ыдыратып кету болып табылады. Моноамин оксидазаны біз қысқартылған түрде МАО десек те болады. Осы фермент арқылы ол ыдыратылады. Бұл құбылысты біз норадреналиннің интранейрональды ұстау арқылы қайта синапсқа енгізу деп айтсақ та болады. Екінші бір захваттың түрі ол бізде синапстан тыс, яғни экстранейрональды деп аталады. Яғни норадреналин клетка ішіне енеді. Клетка ішіне енген кезде ол жерде бізде катехол орта метил трансфераза ферментінің арқасында ыдыратылады, жойылады деген мағынаны білдіреді. Біз катехол орта метил трансферазаны комт деп қысқартып жазсақ та болады. Комт. Мынау жалпы схема түрінде түсіндіре кеттік. Норадреналиннің синапстан қалай шығуы, ол мембраналық деңгейде қалай әсер ететіні. Келесі этап бізде осы синапсқа рецепторларға дәрі препараттардың қалай әсер ететіні. Яғни біз рецепторларға әсер ететін препараттарды екіге бөлдік. Ол адреномиметик және адреноблокатор. Миметик айтып тұрғандай, яғни ол рецепторларды ынталандырғыш деген мағынаны білдіреді. Адреномиметиктерді біз үш топқа бөлеміз. Адреномиметик тікелей әсер ететін, немесе адреномиметик тікелей емес әсер ететін, және де соңғы үшіншісі ол аралас түрде. Яғни аралас түрде дегеніміз ол альфа және бета адреномиметик, кейде адренорецепторға да әсер ететін препараттар тобы. Біз тікелей әсер ететін адреномиметик қай деңгейде әсер ететін туралы айтып кетейін. Яғни тікелей адреномиметик бізге норадреналин медиаторы сияқты тікелей прямой рецепторға әсер етеді. Яғни альфа 2, бета 1, бета 2 норадреналин рецепторы сияқты, медиатор сияқты рецепторға тікелей әсер етеді. Ал тікелей емес дегеніміз біз рецепторларға емес, яғни норадреналиннің пайда болуына немесе оның ыдырауына әсер етеміз. Тікелей емес қызметін былай түсіндірсек болады. Бізді норадреналин өзі қызмет атқарғаннан кейін қайтадан синапсқа захват, яғни ұстап алынып, күштеп кіргізілетін еді. Яғни ол транспорт арқылы, норадреналиннің транспорт арқылы. Біз транспортты блокқа қоямыз. Сол арқылы норадреналин синапсқа қайта оралмайды. Яғни ол саңылауда оның мөлшері деңгейі көп болады да, мембранаға әсер ету уақыты ұзақ. Енді екінші бір қасиетіне немесе түрінен келетін болсақ, тікелей емес әсер ететін адреномиметиктер. Яғни норадреналин синапсқа енгеннен кейін бағана айтып өткендей, яғни визикулаға қайтадан кіруі мүмкін, немесе метиламиноксидазаның әсерінен ыдырауы мүмкін. Сол себепті біз МАО-ның қызметін тоқтатамыз. Сол арқылы біз организм синапстан норадреналинді визикулаға айналмайды және ол амин қышқылына дейін ыдырамайды. Сол себепті біз норадреналиннің күші жоғары болады, яғни рецепторларға әсері күшейеді деген сөз. Үшінші бір түрі ол бағана айтып өткендей норадреналин экстранейрональды захват, яғни ол мембрананың іші, клетканың іші норадреналинді өзіне сіңіріп, ол жерде комт ферментінің арқасында ыдыратады дедік. Біз осы комт ферментіне әсер ете отырып, яғни бұны қызметін тоқтата отырып, біз клетка ішіндегі норадреналиннің көрсеткішін немесе санын жоғарылап отырып, рецепторға әсерін күшейтеміз. Яғни санап кететін болсақ, бізде адреномиметика препараттар тікелей емес әсер ететіндер, яғни МАО ферментін ыдырату арқылы, тоқтату арқылы, блок қою арқылы, және де норадреналинді транспортер синапсқа енгізу жолын шектеу арқылы, және де клетка ішіндегі норадреналинді ыдырататын комт ферментін тоқтату, блок қою арқылы біз жалпы норадреналиннің жасушаның сыртындағы, ішіндегі санын
күшейттік, яғни норадреналиннің әсер етуі күшейе түседі. Бұл адреналитиктердің тікелей емес әсер ету деп айтылады. Тікелей емес әсер ету. Үшінші бір түрі ол аралас адреналин-миметиктер, яғни біз ол тікелей әсер ете береді және жанама әсер ете береді, яғни рецепторлармен тікелей байланысады, немесе норадреналиннің клетканың сыртында қалуын ынталандырады деп айтсақ болады. Ол препаратқа, яғни аралас препаратқа эфедрин жатады. Адреналин рецепторлардың әсер етуіне байланысты, яғни біз тікелей әсер ететін адреналин-миметиктерді біз селективті және селективті емес деп қараймыз. Ол қалай түсінуге болады? Яғни селективті дегеніміз тек қана альфа-1-ге, альфа-2-ге бөлек әсер етеді, немесе бета-1, бета-2-ге әсер етеді. Яғни определенный бір подтипке әсер етуді біз селективті дейміз. Ал егер селективті емес болатын болса, альфаға да бетаға да әсер ететін адреналин-миметиктер. Достар, сіздер осы схеманы, осы тақырыпты толықтап меңгеру үшін ең алдымен сіздер альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2 рецепторларды, адреналин рецепторларды ағзада орналасу деңгейлерін, яғни локализациясын біліп алу қажет. Яғни L1 және L2 ол көбінесе қан тамырлардың бұлшықеттерінде орналасады, яғни жүректе де орналасады. Яғни олар мысалға L1 қан қысымын, яғни қан тамырын тарылтса, L2 наоборот қан тамырын босаңсытады. Осы механизм арқылы ол көбінесе артериалды қан қысымы кезінде гипотензивті препарат ретінде қабылдау мүмкін. Жүрек ауруларында және простатит кездерінде, урологияда көптеп қолданылады. Ал егер біз бета-1, бета-2-ге келетін болсақ, бета-1 көбінесе бізде жүректе орналасады, ұйқы безде орналасады, бүйректің экстрагломерулярлы орталығында орналасуы мүмкін және адипотоциттерде орналасады. Бета-2 адреналин рецепторлар көбіне бронхиолаларда орналасады, олар ұйқы безінде орналасады, қан тамырының бұлшықеттерінде орналасады. Олар көбінесе қақырықтың шығуына әсер етеді, жүректің жұмысына әсер етеді. Бұл да тоже гипотензивті препараттар ретінде де көп қолданылады. Осы бета рецепторларды ынталандыру немесе тежеу арқылы. Егер де сіздерге видео түсінікті болса, пайдалы болатын болса, менің каналыма тіркелуді және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіздер, жауап беремін міндетті түрде.